Бүгін Өскемен қаласында еліміздің еңбек сіңірген ұстазы Қаникпа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен олимпиада басталды. Білім сайысы алғаш рет Қазақстан колледждерінің студенттері арасында өткізіліп отыр. Білімділер байқауында республиканың әр өңірінен келген 13 студент бақ сынайды. Қаникпа Бітібаева көзі тірісінде хан апа атанып кеткен ұлағатты ұстаз. Педагогтың қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін дамытуға қосқан үлесі орасан зор. Сондықтан соңғы 7 жылдан бері Шығыс Қазақстанда республика оқушылары арасында олимпиада өткізіліп келеді. Ал енді биылдан бастап колледж студенттері арасында қазақ тілі мен әдебиеті бойынша зияткерлік сайыс ұйымдастырылатын болады. Өтіп жатқан іс-шара Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің қолдауымен, оқу ағарту министрлігінің бұйрығымен, Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы және Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің ұйымдастыруымен республикалық колледж студенттерінің арасында көзі тірісінде хан апамыз атанған, қазақтың Қаникпасы атанған республикалық олимпиада өтуде. Олимпиадада бақ сынау үшін студенттер іріктеу турынан өткен. Сондықтан олардың шараға шақырылуының өзі бір жетістік. Қазақтың хан апасы атанған Қаникпа Бітібаева ол ұлы тұлға, жаңашыл тәлімгер, мұғалім. Ол туралы біздер колледжде де оның алдыңғы өзіміз оқып келген мектептен де білеміз. Олимпиада қатысушыларына сәттілік тілеу үшін Қаникпа Бітібаеваның туғандары да келіп. Біз ол кісінің тек қана сіңлісі емеспіз, біз ол кісінің оқушысымыз. 9 бауырын өзі тәрбиелеп, оқытып, барлығымызға осы болашақта өмір сүру үшін қандай адам болу керек екен, нағыз ұстаз қандай болу керек екен, осы хан апамыз үйретті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай олимпиадалар талантты жастардың мамандыққа деген қызығушылығын арттырады. Асылбек Тойбек, Жібек жолы.